Қазақстан президентінің үндеуі және халыққа арнаған биылғы жолдауымен ресейліктерді танысып жатыр. Осы мақсатты көздеген жиын Қазақстанның Ресейдегі елшілігінде өтті. Бас қосуға жиналған ақпарат құралдарының өкілдері мен сарапшыларға қазақ дипломаттары жолдаудың және үндеудің негізгі бағыттарын айтып берді. Кездесу кезінде журналистер мен мамандар маңызды құжаттарға қатысты өз ойларын ортаға салып, елшілік қызметкерлеріне түрлі сауалдарын қойды. Біз Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауымен интернет арқылы да елшіліктегі жиын кезінде де жан-жақты таныстық. Көптеген жақсы ойлар айтылған екен. Жолдау әлемдегі экономикалық өзгерістерге лайықталып жазылған. Қазақстан президенті жолдауда цифрлы технологияға, жаңа инновацияға көшуді тапсырды. Меніңше, инвестиция тарту, исламдық қаржыландыру бойынша өзге мемлекеттерден алда келе жатқан қазақ елі бұл жолда мәселен криптовалютаны енгізу жайында алғашқылардың бірі болып қолға алатын шығар. В области криптовалют Казахстан тоже окажется лидером.